нарықтық экономика ақша қатынастарының негізінде жүзеге асады. Ал ақша қатынастарының негізгі құраушысы банк болып табылады. Енді жай сөзбен айтқанда, банк дегеніміз бұл халықтың, яғни пайда табу мақсатында халыққа, заңды тұлғаларға қаржылық қызмет көрсететін мекеме. Яғни қаржылық қандай қызметтер көрсетеді? Бәрімізге белгілі қызмет түрі бұл несиелендіру. Бұл банктердің басты қызметі. Және одан басқа қосымша қызметтерді бұл жинақтарды шоғырландыру, банктердік шоттарды ашу және соларды жүргізу, сондай сияқты немесе бағалы қағаздарды алып сатумен айналысатын мекеме. Былайша айтқанда, банктың негізгі өнімі бұл несие және негізгі тауары ақша болып табылады. Басқа мысалы өндірістерде тауар болады, мысалы ақша үшін пайда жұмыс жасайтын болса, банктың негізгі тауары ақша. Ақша болғандықтан бұл банк жалпы бұл өте атқаратын қызметі өте жоғары тәуекелді қызметтер түрін атқарады. Сондықтан да банктердің үстінен де қадағалап отыру керек. Олардың қаншалықты заңды түрде жұмыс жасап жатқанын реттеп отыру керек. Олар, яғни белгілі бір жүйе түрде жұмыс жасау керек. Сол себептен барлық елдерде сияқты біздің Қазақстан Республикасында банктік жүйе бар, және ол екі деңгейлі банк жүйесін қолданады, яғни екі деңгейлі банк жүйесін қолданады. Бірінші деңгей, яғни бірінші деңгейлі банктерге бізде Қазақстан Республикасының ұлттық банкі кіреді. Бәрімізге белгілі, немесе басқа сөзбен оны орталық банк деп те айтады, және мемлекеттік банк деп айтады. Себебі жалғыз ғана мемлекеттің құзырындағы банк, ол тек қана біздің ұлттық банкіміз. Енді ұлттық банкқа қысқаша түрде келетін болсақ, жалпы ұлттық банк неге ол бірінші деңгейлі банк? Себебі ол басқа коммерциялық банктер сияқты оның негізгі мақсаты пайда табу емес. Оның негізгі мақсаты экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, яғни баға тұрақтылығын қамтамасыз, инфляция деңгейін өсіртпеу, яғни сақтап тұру. Және ол басқа коммерциялық банктер сияқты яғни халықпен жұмыс жасамайды. Яғни халыққа несие бермейді, кассалық операцияларды жүзеге асырмайды. Ол тек қана және заңды тұлғалармен, яғни банктермен, немесе кейбір кездерде басқа елдің ұлттық банктермен жұмыс жасайды. Яғни сол себептен ол бірінші деңгейлі банк, және оның міндеттерінің бірі бұл ақша эмиссиясын жасау. Яғни ақша эмиссиясы дегеніміз қарапайым сөзбен айтқанда ақшаны басып шығару. Тек қана теңгені басып шығару, және жалпы валюталық барлық валюталардың жағдайын қарастыратын банктер, яғни қалай айтсақ болады, валютаның жағдайын қадағалайтын банк жалғыз ғана осы ұлттық банк. Сонымен қатар оның негізгі міндеті тағы да басқа коммерциялық банктердің қаншалықты жұмыс жасап жатқанын реттеп қадағалап отыру. Яғни оларға лицензия беру керек. Егер мысалы біз айтамыз ғой, рейтинг дейміз, коммерциялық банктердің рейтингі болады. Осы рейтингтердің бәрін жасайтын негізінен ұлттық банк. Және осы рейтингке сәйкес келмейтін болса, мысалы стандарттарға сәйкес келмейтін болса, ұлттық банк жаңағы коммерциялық банктен лицензияны алуға құқы бар. Енді коммерциялық банктер жөнінде айтатын болсақ, коммерциялық банктер бізде екінші деңгейлі банк жүйесін құрайды. Қазіргі уақытта бізде 35 коммерциялық банк бар Қазақстан Республикасында, ал жалпы дүние жүзі бойынша айтатын болса 30 мыңнан астам коммерциялық банктер бар. Салыстырмалы түрде, егер басқа елдермен салыстыратын болсақ, бізде ол тұрақты көрсеткіш. Яғни ең басында тәуелсіздігімізді алған кезде әрине барлық банктер пайда табу мақсатында бізге шоғырландырып келген болады. Сол кезде 240-тай банктер болған, коммерциялық банктер. Яғни бірақ көбісінің жаңағы айтқандай рейтингке сәйкес келмеу салдарынан осы 3-4 жылдың ішінде коммерциялық банктер 240 банктерден 39 банкті қалдырды. Соңғы 20 жыл ішінде еш нәрсе аса өзгермеді. Яғни 2014 жылға дейін бізде 2038 банктер болды.
Ал қазір осы соңғы 2015-16 жылдары 35 банк қалды. Яғни ол да белгілі бір себептерге шоғырландырды, бәрімізге белгілі Темірбанк, Альянс банк сияқты, мысалы БТА банктер, оларды шоғырландыруға, яғни біріктіріп басқа банк ашуға тура келді. Бұл да экономикалық тұрақтылықтың бір белгісі. Яғни банк жағдайының, жалпы банк қызметінің тұрақтылығы бұл экономикалық тұрақтылықты білдіреді. Яғни банктер қаншалық, банк секторы жалпы бұл экономикада үлкен рөл атқарады, айтып кеткенде. Егер де статистика жөнінде қарастыратын болсақ, қазіргі уақытта, яғни 2015 жылдың соңында, яғни 2016 басында, осы жылдың басында, статистикалық деректер бойынша бізде ең ірі банктердің қатарына бірінші орынды Казкоммерцбанк алады, екінші орынды Халық банк алады, және үшінші орынды Цеснабанк алады. Бірақ жаңағы пайда табу мақсатында, яғни пайда жөнінде ең бірінші орынды Халық банк алып отыр. Бұл рейтинг бойынша. Рейтинг негізінен әртүрлі критерияларға сәйкес жасалынады. Мысалы, несие алу бойынша рейтингі, яғни қандай банктерде несие көп алады. Жинақ жасау рейтингі бойынша қандай банктерде көбінесе жинақ. Яғни, мысалы, жаңа айтқанымыздай, яғни пайда табу мақсаты, яғни актив шоғырландыру, яғни ақшаның пайда табу мақсатында бізде, мысалы, жаңағы Халық банк жоғарғы дәреже. Бірақ ірі банктердің ішіне екінші орынды алып отыр. Сонымен қатар айтып кететін жағдай, бәрімізға енді сұрақ болып туындап жатқан шығар, девальвация қалай әсер етіп отыр. Әрине, девальвация өзінің әсерін тигіздірді. Себебі қазіргі уақытта банктерге деген сенімділік кішкене азая түсті. Яғни халықтың банкке деген сенімділігі азая түсті. Девальвация жағдайы қалайша банкке әсер етті? Девальвацияның салдарынан халық банкке деген сенімділігі төмендей түсті. Яғни, егер де яғни көрсеткіш арқылы айтуға болады, егер 2014 жылы банкке деген жаңағы банктың активтері 280 миллиард теңгені құраған болса, 2015 жылы бұл көрсеткіш 20%-ға түсіп 227 миллиард теңгені құрады. Яғни, сонымен қатар, қазіргі уақытта бәрімізге белгілі, көбісі осы девальвацияның салдарынан несие алушылардың, жаңағы қарыз адамдардың осы несиені төлеуге қабілеттілігі төмендеп қалды. Девальвацияның салдарынан. Одан басқа тағы әсері қазір теңгеге деген сенімділіктің төмендеуі. Соның салдарынан бізде депозиттерді көбінесе қазір валюта, яғни долларлық валютада сақтап отыр. Яғни сондай сияқты, әрине, девальвацияның салдары сондай зардабын тигізіп жатыр. Бірақ дегенмен салыстырмалы түрде бізде банк сферасы жалпы тұрақтылықты көрсетіп тұр. Бұл жалпы қорытындылай айтқанда экономиканың тұрақтылығын білдіреді. Экономика банксыз жұмыс жасай алмайды.